Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі біздің тақырып мұхит аралды көреміз. Мы увидим океанариум. Перед тем, как начать урок, подпишись на канал. Жаңа сөздер, новые слова. Напиши в словарь и выучи. Мұхит арал, океанариум, балық, рыба, тасбақа, черепаха, көреміз, посмотрим. Енді, теперь. Менімен бірге оқып, прочитай. Думанға әкеммен барамын. Енді мұхит аралды көреміз. Суретке қара, бірінші тапсырма диалогты оқып. Әке, мынау қандай үлкен балық. Какая большая рыба. Я балам, енді мұхит аралды көреміз. Жүр. Маған мұхит арал ұнайды. Мне нравится океанариум. Мұхит аралда балық көп, там много рыб. Мынау үлкен тасбақа. Это большая черепаха. Енді балық көреміз. Теперь увидим рыбу. Әке, енді мұхит аралға барамыз ба? Папа, теперь мы пойдем в океанариум. Жарайды, балам, барамыз. Хорошо, сынок, пойдем. Әке, мынау не? Папа, что это? Бұл тасбақа. Это черепаха. Екінші тапсырма, қате жазылған сөйлемдерді дұрыс құрастырып жаз. Правильно поставь слова по порядку предложения. Ертең демалыс күні. Мен демалыста қыдырамын. Ертең әкеммен, анаммен мұхит аралға барамын. Саған мұхит арал ұнай ма? Мұхит аралда үлкен балық көреміз. Үшінші тапсырма. Сендер мұхит аралда не көресіңдер? Суреттерді пайдаланып айтыңдар. Что вы увидите на океанариуме? Используйте картинки и пример расскажите. Біз мұхит аралда тасбақа және балықтар көреміз. Бесінші тапсырма. Суреттерге қарап сөйлемді аяқтап жаз. Закончи предложение по картинкам. Думанда мұхит арал бар. Мен ертең атаммен думанға барамын. Мұхит аралда әртүрлі балықтар бар. Это продолжение задания номер 5. Тоже должны по картинкам закончить предложение. Например, қандай әдемі тасбақа. Қара, балық үлкен. Маған мұхит арал ұнайды. Вы можете составить свое предложение. Алтыншы тапсырма, жағдаят, ертең демалыс. Досыңды думан мұхит аралына бірге баруға шақыр. Ситуация. Завтра выходной, позови своего друга вместе пойти в думан. Тірек сөздер — это опорные слова, которые вы должны использовать. Думан, мұхит арал, сәлем, балық, тасбақа, көру, бару. Вы должны составить диалог. Мысалы, например, это примерный диалог. Вы должны составить: сәлем, Әлібек, сен ертең не істейсің? Сәлем, Анель, ертең демаламын. Ертең мұхит аралға барасың ба? Онда не көреміз? Мұхит аралда балық, тасбақа көреміз. Кел жаттайық. Выучи. Мұхит аралға барып, балықтарды сана. Кірпі балық үлкен, тасбақаға қара. Запомни, есте сақта. Думанға әкеммен барамын. Енді мұхит аралды көреміз. Балық көп. Мынау кірпі балық. Мынау тасбақа. На этом мы закончили урок. Подпишись на канал, чтобы не пропустить следующий урок. Спасибо за внимание. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау бол.